Қазақ хандығының құрылуының алғы шарттары қазақ хандығы 15 ғасырдың ортасында Орталық Азияның аренасында құрылған ірі түрік мемлекетінің бірі. Оның құрылуы қазақ халқының этникалық қалыптасуы мемлекеттік бастау алуының бірінші қадамдарының бірі деп айтсақ болады. Қазақ хандығының пайда болуы кездейсоқ емес, ол бірнеше ғасыр бойы жалғасқан тарихи, саяси және әлеуметтік процестер заңды нәтижесі еді. Саяси алғы шарттарын айтатын болсақ, Алтын Орда мен Ақ Орданың әлсіреуі. 13 ғасырдың ортасында құрылған Алтын Орда 15 ғасырдың аяғына қарай ішкі қырқыстар мен ішкі билік үшін соғыстардың әсерінен Алтын Орда әлсірейді. оның құрамында аймақтар дербестеніп өз бетімен өмір сүре бастайды және 1428 жылы Дешті Қыпшақ жерінде Әбілқайыр хан билікке келіп көшпелі өзбек мемлекеті пайда болады. Алғашында ол Ақ Орданың басқа аймақтарын біріктіріп біраз уақыт күшейеді. Әбілқайыр ханның қатал саясатын көптеген рулар өздеріне қабылдамай наразылық білдіре бастайды. Осы жағдайды пайдаланған Керей мен Жәнібек өзінің халқын жинап Моңғолстанға, яғни Жетісуға көшіп кетеді. Керей мен Жәнібек бастаған ру мен тайпалар Әбілқайыр бөлініп Моңғолстанға қарай бет алады. Моңғолстанда Есенбұға оларды қарсы алып Шу мен Қозыбасы өңіріне қарай қоныс береді. Есенбұға Керей мен Жәнібекті қолдау арқылы өз қарсыласы Әбілқайыр ханнан қорғау үшін сол жерлерді береді. Осылайша Керей мен Жәнібек қазақ хандығының бастамасын құрған хандар болып тарихта қалды. Екінші сұрақ: қазақ хандары және қазақ хандығы территориясының қалыптасуы. Қазақ хандығы 1465-1466 жылдары қазақ хандығы құрылды. Оның бірінші ханы Керей хан болды. Ол 1465-1473 жылдары қазақты басқарған. Қазақ хандығының алғашқы ханы, елдің іргесін бекітіп саяси негізін қалаған хандардың бірі және ордасы Шу өзенінің бойында орналасқан. Және екінші хан ол Жәнібек хан 1473-80 жылдары қазақ хандығын билеген, қазақ халқының бірлігін нығайтып, халықты біртұтас этникалық және саяси құрылым ретінде қалыптасуына ықпал етті. Одан кейін бұрындық хан Керей ханның ұлы 1480-1511 жылдары қазақ хандығының беделін арттыруға тырысты, бірақ Қасым Сұлтанның күшеюі нәтижесінде билігі әлсірей бастады. Бұрындық ханнан кейін Жәнібектің ұлы Қасым хан таққа отырады. Қасым хан 1511-1523 жылдары қазақ хандығының территориясын кеңейтіп, оның күшін арттырды. Қасым ханның қасқа жолы атты заңдар жинағын шығарды және хандықтың шекарасын Жайықтан Ертіске, Сырдариядан Жетісуға дейінгі аумақтарды қамтыды. Және Қасымның кезінде қазақтың дамуының алтын ғасырларының бірі болды. Одан кейін Хақназар хан 1538-1880 жылдары ел бірлігін қайта нығайтып, Қасым ханнан кейін әлсіреген елді қайтадан алтын ғасырына қайта бастаған кез Ноғай ордасының Хақназар ханның кезінде Ноғай ордасының көптеген тайпалары қазақ хандығына қосылды және сыртқы саясаты айта кететін болсақ, ол Мәскеумен, Бұхарамен және Орта Азиядағы мемлекеттермен байланыс орнатты. Қазақ хандығының территориясының қалыптасуы қазақ хандығының жері ежелгі қазақ тайпалары өмір сүрген аймақтарынан құрылды. Бастапқыда Шу мен Талас өзендерінің бойында, яғни Жетісу аймағында. Қасым ханның кезінде басты Жайық өзенінен солтүстікте Ұлытау мен Ертіске, оңтүстікте Сырдарияға дейін жетті. Хақназар мен Тәуекелдің кезінде Түркістан, Ташкент және оңтүстік Қазақстан толық қазақ хандығының құрамына кірді, яғни аңсап жүрген Сырдария аумақтарының барлығын бағындырды. Қазақ хандығының көрші елдермен саяси қарым-қатынасы күрделі әрі әртүрлі болды. Ол заманның ішкі және сыртқы жағдайларына байланысты үнемі өзгеріп отырды. Негізінен бұл қарым-қатынастар соғыс, дипломатия және сауда сияқты үш бағытта өрбіді. Негізгі көршілермен қарым-қатынастарын айтатын кездетін болсақ, біріншісінде жоңғар хандығы, яғни ойраттармен,
басты қауіпі жоңғарлар қазақ хандығы үшін ең үлкен әскери және саяси қауіп төндірді. Қарым-қатынас негізінде үздіксіз соғыстармен сипатталады. Мысалы, әсіресе 17-18 ғасырларда жер үшін, мал жайылымдары үшін саяси үстемдік орнату үшін көптеген соғыстар, күрестер жүріп өтті. Олар маңызды оқиғаларын айта кететін болсақ, олардың бірі Ақтабан шұбырынды, Алакөл сұлама 1723-1727 жылдары кезінде жоңғарлармен ауыр шайқас болады. Одан кейін Бұланты шайқасы, ол 1729 жылы, одан кейін Аңырақа шайқастары, қазақ жасақтарында ірі жеңістердің бірі деп айтып кетсек болады. Және Әбілқайыр хан мен Абылай хан жоңғарларға қарсы күресте маңызды тұлғалардың бірі. Және одан кейін Орта Азия хандықтары, яғни Бұхар, Хиуа, Хидан, Қоқан хандармен, қағанаттармен бұл қарым-қатынастар жауласушылық, одақтастық және сауда қарым-қатынастар ауысып отырды. Олардың бір-бірімен соғыс себептері Сырдария бойындағы қалалар мен құнарлы жерлерді, мысалы Ташкент, Түркістан, Сайрам, Отырар сияқты үлкен қалалар үшін күрес болды. Одан кейін әсіресе олар Шайбан әулеті Мауреннахр мен Қасым хан мен Хақназар хан көптеген соғыстары болған Сырдарияның қасындағы қалалар үшін. Одан кейін Қоқан хандығы кейінірек 18 ғасырдың соңы 19 ғасырдың оңтүстік Қазақстан үстемдік жүргізуге ұмтыла бастаған. Және Ресей империясымен оның басталуы алғашқы байланыс 16 ғасырдың Қасым ханның тұсында орнатылған. Қасым хан олармен дипломатиялық қатынас орнатады. Тәуке ханның кезінде ол күшейе бастайды. Бастапқыда сауда және әскери одақ құру мақсатында тең дәрежелі байланыс ұмтылыс болса, Ресей шығыстағы сауда жолдарын және әскери саяси әсерін арттыруға мүдделі болған. 18 ғасырдан бастап, әсіресе Әбілқайыр ханның кезінде 31 жылдары Ресей бодандығының қабылдаудан кейін қарым-қатынас түгелдей өзгеріп, біз тәуелді мемлекетке айналдық. Моғолстанмен қарым-қатынас, Моғолстан қазақ хандығының негізін қалаушы Жәнібек пен Керей ханның бастапқыда моңғол ханы Есенбұғамен қолдауынан қазақ хандығы құрылады. Сол кезде біздің қарым-қатынас жақсы болған, және қырғыз халықтармен қарым-қатынасымыз көбіне тату және одақтас мемлекет болды. Әсіресе жоңғарларға қарсы күресте, алайда кейбір кезеңде жер мәселесі туындап, арасында қақтығыстар да болып тұрған. Билер институты, билер қазақ қоғамындағы әлеуметтік және саяси өмірде әрқашан ерекше орын алған белгілі тұлғалардың бірі. Олар хандықтың тірегі болды. Негізгі қызметтері олардың сот пен әкімшілік қызметі, дипломатия және саяхат, халық даналығы және халық даналығы болды. Және сот әкімшілікті қызметін айта кететін болсақ, билер рулар мен тайпалар арасындағы дау-дамайларды, жер, жесір, мал мүддесі және басқа да соттың пайдасы тиетін істерді әдет ғұрып заңдарының арқасында шешкен. Олардың үкімет түпкілікті және міндетті түрде орындалатын болған. Дипломатия және саясатты айтатын болсақ, хан кеңесіне қатысып мемлекеттің маңызы бар дипломатиялық мәселелерді, басқа да көрші елдермен келіссөздер жүргізуді билердің арқасында жүрген. Және халық даналығы билер әділділігімен, шешендігімен және даналықтың символы. Олар халықтың мүддесін қорғап, ханның шешімдеріне әсер ете алды. Және біздің қазақ жерінде ең танымал билер деп айта кететін болсақ, олар Төле би, Қазыбек және Әйтеке билер. Олар 18 ғасырдағы 300-дің бірлігін сақтау және жеті жарғы заңының қалыптасуына үлкен рөл атқарған билердің бірі. Енді батырлар институты айтатын болсақ, батырлар қазақ қоғамындағы әскери ақсүйектер тобы деп айтсақ болады. Олардың негізгі міндеттері елдің сыртқы жаулардан қорғау және әскери жорықтарды басқару. Негізгі қызметтері ел қорғаушысы, батырлар қазақ жасақтарын басқарып, жоңғарлармен және басқа да жауларға қарсы күрестің алдыңғы шебінде болған.
олар елдің тұтастығы мен тәуелсіздігін сақтауға үлкен рөл атқарды. Әскери басшылық жорық кезінде әскердің тәртібін сақтау, ұрыс тактикасын жүзеге асыру батырдың қолында болды. Саяси ықпал. Батырлар өздерінің әскери беделі арқасында хан мен билер кеңесінде ықпал етті. Олардың әскери күші саяси шешімдерді қабылдауда ескерілді. Ал қазақ жерінде ең танымал батырларды айта кететін болсақ, Қабанбай, Бөгенбай, Наурызбай, Райымбек батырлар және басқа да батырларды айта кетсек болады. Олар мысалы жоңғар шапқыншылығына қарсы азаттық күресінде ерекше көзге түскен хандар деп те айтсақ болады. Жеті жарғыға келетін болсақ, жеті жарғы Тәуке ханның 17 ғасырдың соңы 18 ғасырдың басы тұсында қалыптасқан қазақ хандығындағы ең маңызды заңдар жиынтықтарының бірі. Бұл құжат қазақ қоғамының тұрақтылығын қамтамасыз етуге үлкен үлес қосты, маңызға ие. Тәуке ханның қазақ жүзі арасында алауыз тоқтатып, хандықтың орталық билікке нығайтуға мақсат етті. Жеті жарғы бұрынғы Қасым ханның Қасқа жолы мен Есім хан ескі жолының негізінде қазақ әдет ғұрып заңдарын жүйелеп толықтырылды. Жеті жарғының негізгі ережелері 7 тармағы болды. Қылмыстық заңдар: кісі өлтірген үшін құн төлеу, қанға қан или малмен өтеу және басқа да қылмыстық істерді реттеді. Екінші, әскери міндет: жалпы халықтың ел қорғауда міндеттілігін, әскерге шақыру тәртібін бекітті. Сот ісі, дау-дамайларды шешу, жер дауы, неке және отбасы, мүлік және мирас, хан мен сұлтанның құқығы және сондай 7 тармақтан тұрды. Жеті жарғы қазақ қоғамындағы билер мен батырлардың ықпалын күшейтіп, ішкі бірлікті сақтауда және әсіресе жоңғар шапқыншылық кезінде баға жетпес рөл атқарды. Бұл заңдар жиынтығы 18 ғасырдағы қазақ мемлекетінің тұтастығы мен құқықтың негізін қалады.